түзеп алдың, ары қарай интернет магазин аштың ғой. Сосын анама бере бастадым, ол кісі де бады ішіп көрмеген, балалар шағама бере бастадым. Бұл енді қалай бұны тегін ішуге болады? Қарасам чектері бар екен бұның. Елдер $1000, $500 тауып жатыр бұл жерде. Мен де тегін шықтым деп. Мен өзім профессиям юрист, бірақ та традиционный бизнес магазинім болған, екі баламды асырамын деп магазин, кулинарий болған. Алматыға көшіп келгенде жұмыс жасағанда уже 100 000 теңге, 120 000 теңге сіздің возрастыңыз уже үлкен деп жұмысқа сондай зарплатқа ғана айтты да, ол енді жетпейді ондай зарплат действительно. Содан кейін осыны үйретіңдерші, мен тегін ішкім келеді. Осыны бірақ сетевой болса айтпаңыздар дедім. Соны интернет, бұл көздерін білмеймін ғой, мен ондай сетевик емеспін. Бұны интернет-магазин, сіз өзіңіздің ақшаңызға, денсаулыққа керекті затты тегі заводтан аласыз. Заводтың бағасымен аласыз деген соң, тем более мен алып жүрген соң, жарайды, үйрене қойын, ағырақтай, анама да керек, бала шағама да керек деп істей бастадым, үйрене бастадым. Содан кейін осы соцсети дейміз, интернет арқылы мен айтып адамдарға айтамаймын, мен бөлісе алмаймын, ондай істеп көрген емеспін деп. Содан кейін интернетке шығып, айтып, өзімнің нәтижелерімді айтып, анамдікін айтып, өзіміздің қыздардікін айта бастап едім. Жақтан адамдар Қазақстанның қалаларынан, Россиядан, Латвия, Литвадан айта бастады. Уже орыс тілінде айтатынмын. Сол жақта елдер уже WhatsApp-қа жаза бастады. Қалай іштіңіз, қанша іштіңіз, менде де сондай еді деген сұрақтармен сол кісілерге, енді мен Қазақстаннан сап жүрмеймін ғой, Америкадан келген затты. Ол кісілерге интернет-магазин ашуға көмектесіп, сөйтіп кішігірім команда жасап, ол қазір Лондон, Латвия, Литвадағы адамдарым уже Италия, Финляндия, Венгрияны, Германияны ашып жатыр, арғардай сөйтіп кете бастады да, содан кейін табыс көзіне жете бастады. Біздің магазиніміз біздің аузымыз екен. Біз енді бұрын менің магазинімде кішкене ғана жер, осы көрші olan, жақындағы мектеп қана алатында ол өнімді. Мен қазір уже бүкіл әлемге айталдым. Бүкіл әлем бойынша магазиндер ашылып жатыр, филиал дейді ғой. Басқа филиал бұл кісіге доход әкеліп жатыр. Танымайды. Латвия болсын, Финляндия көрмеген адамдар филиал ашып жатыр. Сол жерден доход түсіп жатыр. Егер де мен бұрын айтамайын десем, шынымен де мен магазинда болғанда жаңа товар, жаңа повседневный спрос дейміз ғой, киім-кешек или печенье, новый колбасалар әкелсем, оказывается, мен өзімді айтып жүрдім ғой. Свежий товар келді магазинге, сіздің жақсы көретініңіз, колбасаңыз келді, неңіз келді. Мен сол кезде де реклама берген екем деп, сол қазір де осыны айта жүрсеңіз, бір жағынан алғыс естейсіздер, туған туыстан, танымайтын адамдардан алғыс естіп жатырмыз. 78 жаста Латвиядағы апамыз рульға отырып, көзі жақсы көріп, денсаулығы жақсарып, жүгіріп жатқан. 76-дағы атамыз Россияда, Санкт-Петербургда осы мен пластырларымызбен жүре бастады, қазір 82-де жүгіріп жүр дейді. Сөйтіп, апайлар да бізді қосылып жатыр. Жасқа қарамай бәрі өмір сүргісі келеді, денсаулықты жақсартқысы келеді. Зренияға да жақсы, бәріне де жақсы.